1942 жыл. Қарақалпақстанның Кегелі районына қараслы Қалқабат елатының кішкене бір яб ауылы. Екінші жер-жылдық ұрыс бастанғаны берлі бірнеше азаматтардан қара қағаз келіп, аса тұтпаған үй қалмады. Адамзат тарихындағы бұл ең қырғынлы ұрыстың күннен күнге әуж алып, ел қорғауға кеткен азаматтардың кеудесі бір парше қағазға айланып келіп атырған күндер. Осындай қайғылы дәуірде таң ата, Дәулетбайдың шаңырағында ұл перзент дүнияға келді. Тезірек ұрыс тоқтап, халқымыз абат тұрмыста жасасын деп, атын Абатбай қойды. Таң азаннан сүйінші сұраған баланың дауысы, қайғылы қатлардан жүйкес құрған ауыл адамларын ләрзеге келтірді. Құяш пенен қосыла туылған бұл баланың келешекте үлкен алым, академик болатығына ешкімнің де қиялына келген жоқ. Болашақ алымның балалық шағы ұрыстан кейінгі қайта тікілену дәуіріне тура келді. Үлкендер менен қатар минет етіп, тойып ауқат жемесе де, балалар менен ойнағаны кеуілге жұбаныш болды. Мектепке барып, әр танығаннан баслап, сандықтың төрінде сақланған қалып дастырларын оқу Абатбайдың күнделікті әдетіне айланды. Дастандағы уақияларға қызығып кеткенліктен көбінесе ұйқыдан ваз кешетін еді. Оның дастанларды оқуға қызығушылығы пөткіл ауылға тарап, кейде той мерекеге келген қарылар оны шақыртып алып, дастан оқытып, дебдулерін шығарып, хақ кеуілерінен партиясын беретін еді. Ал ауылдың балаларына қарүйдің сыртында отырып, дастан тыңлау несіп етер еді. Көзді ашып жұмғанша, мектепті тамамлаған Абатбай Дәулетов 1959 жылы Нөкістегі педагогикалық институтының тарих филология факультетіне кіріп, ілім дүниясына қадем қойды. Сабақтан тысқары уақытлары да оның есі дәрті оқу болды. Сондықтан да қатарлары арасында айрықша көзге түсетін еді. Институтты жақсы бағалар менен біткерген үшін, оны Қарақалпақ тілі кафедрасында оқытушы лауазымында жұмысқа қалдырды. Оқытушылық дәуірінде шәкіртлерге ұстаздық ету менен бірге іліми жұмыстар менен де шұғылдана бастады. бір 1967-72 жылдары дәслеп Киев, соңынан Санкт-Петербург университетінде аспирант болған дәуірінде үлкен алымлар,
Матусевич, Зиндер, Бондаренко, Вербискайлардан тіл ілімінің сырларын үйреніп, Қарақалпақ тілінің вокализмі темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. Бұл дәуір ғалымның дөретушілігіндегі ең жемісті жылдар болды. Көптеген іліми методикалық қолданбалар жазды. Мектеп сабақтылықтарын дөретті. 1972 жылдан педагогикалық институтта, 1976 жылдан баслап Қарақалпақ мемлекеттік университетінде дәслеп кафедра бастығы, соң декан лауазымдарында істеді. Абатбай аға Дәулетов Қарақалпақ тілінің ең бір ауыр тарау болған фонетика тарауын рауажландыруға үлес қосты. Яғни Қарақалпақ тілінің фонетика тарауының тикарын салушы деп біз хақиқат оны ұстазымыз деп айта аламыз. Ол өзінің ізінде Қарақалпақ тіл білімінің хақиқи жанкүйерлерін, шәкіртлерін тәрбиялап кетті. Ол тәрбиялаған шәкіртлер бүгінгі күні Қарақалпақ тілінің рауажлануына өздерінің үлкен үлесін қосып кетіріпті. Олардың арасында бүгінгі күні ілім докторлары, ілім кандидатлары өсіп жеткізді. Басқа тарауларға қарағанда Қарақалпақ тілінің фонетика тарауы ең қиын тарау. Сондықтан да бұл тарауға әммеде қолыра бермейді, қиналады. Бұл тараудан ілім кандидатларын, ілім докторларын жетілсіп шығарудың өз бұл үлкен сауаплы іс болды. Солардың қатарында бүгінгі күні Қарақалпақ тілінің морфонология тарауында Мәмбет Құдайбергенов менен бірге фонетика тарауы бойынша мен өзімде Абатбай аға Дәулетовтың басшылығында ілім кандидаты жетілістім. Факультет деканы болды, сонымен бірге Қарақалпақ тіл білімі кафедрасын ұзақ дәуірлер давамында басқарып барды. Ол оға да шөлкемдестірушілік ұқыбы күшлі еді. Кафедрамыздың барлық ағзаларын атырапына жәмлеп, хәме уақытсы қайсы тарау, тіл білімнің қайсы тарауы кешеуілеп баратырған болса, ол сол хақында әм уақыт бас қатырып баратығын еді. Сабақлар жазуда да көп қана минетлер істеледі. Мәселен, ол жоғары оқу орнының филология факультетлерінің студенттері үшін әзіргі Қарақалпақ әдеби тілі, оның синтакс тарауы бойынша, сондай-ақ айрықша фонетика тарауы бойынша, морфология тарауы бойынша сабақлар дөретуде кафедраның барлық ағзаларын жәмлеп, әрбір кафедраның ағзасына, мәселен, Шәргүл апа сен синтакс тарауын өзіңе алып, Інжайым сен морфология тарауын, Мәмбет сен фонетика тарауын деп, әммемізге бөлістіріп беріп, біздерден әм соны өзінің уақытында талап ететұғын еді. 1994 жылы Абатбай Дәулетов Алматы қаласында әзіргі Қарақалпақ әдеби тілінің сеслік дүзілісі деген темада докторлық диссертациясын жақлады. Бір 1995 жыл алым Өзбекстан Әлімдер Академиясының академигі дәрежесіне ерісті. Бұл тек Абатбай Дәулеттің ғана емес, Қарақалпақ тіл ілімінің еріскен биік шоққысы болды. Бірнеше шәкірттердің ілім докторы, ілім кандидатлары дәрежесіне ерісуінде тікелей басшылық етті. Абатбай Дәулетов Мырзагүл апаменен 50 жыл қоссас болып, 3 ұл, 2 қызды тәрбиялады. Барлығында жоғары мағлұматлы етті. Үлкен ұлы Қалнияз ата жолын қуып ілімпаз болды. Техника ілімлерінің кандидаты дәрежесіне ерісіп, әзір Қарақалпақ мемлекеттік университетінде шәкірттерге техника ілімлерінің сырларын үйретпекте. Құс ұяда нені көрсе, соны істейді дейді халқымыз. Жас ілімпаздың келешекте бәлен шыңларға шығуды ниет еткенін айтпай-ақ түсінсе болады. Абатбай Дәулетов бірінші кезекте әлбетте тілші ілімпаз еді. Оның енді қанигілер жақсы біледі, тіл білімінің тараулары бар, фонетика, лексикология, морфология, синтакс деген басқа тараулары бар. Сол бойын соның ішінде фонетика тарауы бұл
көбірек экспериментті талап ететұғын, міне әр қилы мысалы үшін міне дауыстың айтылуы, оның жазылуы, оның арасында пар һәм басқа да көптеген мәселелер бар. Міне осыларды эксперимент қылып, сыннан өткізіп һәм соны бір белгілі дәрежеде осы бойынша жұмыс істеуге тура келетін еді. Соның үшін міне Қарақалпақстанда міне фонетика тарауының ең бір көзге көрінген, соның басында тұрған ғалымдардың бірі болды һәм бұл бойынша оның жүзде көптеген минерлер өтті. Енді Абатбай Дәулетов әлбетте тек Қарақалпақ ілімінің шеңберінде қалып қоймады. 92 жылы міне Анкара қаласында үлкен іліми әнжұман болды. Сол вақытларда мысалы үшін міне мәселе тұрып еді, ортақ түркі тіл жарату мәселесі. Әне сол ортақ түркі тіл жарату мәселесі бойынша сол Түркияда өткізілген конференцияда мына Абатбай Дәулетов мына Қарақалпақ тіл білімінің уәкіл сипатында қатынасты һәм белгілі дәрежеде мына Қарақалпақ тілінің сол түркі тілдегі тұратын орны, мына біздердің мысалы үшін мына айтайық мына түркі тілде текарынан Оғыз, Қыпшақ, Қарлұқ сияқты үлкен тараулары болатын болса, мына сол Қарақалпақ тілінің мысалы үшін мына осы үш тарау түркі тілдің үлкен үш тарауының белгілері бар екенлігі. Осы жағынан Қарақалпақ тілі мысалы үшін мына хәттекі ортақ түркі тіл дәрежесі мақамына талаптар екенлігі бойынша бар өзінің пікірлерін білдіргенін білеміз. Екі мың 15 жылы 73 жасқа қарағанда сұм әжел үлкен алым Абатбай Дәулетовты арамыздан алып кетті. Алымның ұл қызларының, туған туысқанларының қандай да бір себеппенен бұл үйге келуі байрамға мегзейді. Туысқанлар үшін өсіп өнген бұл үлкен шаңырақтың орны өз алдына. Әсіресе ілімпаздың ақылық шалықлары бір-біріне сағынысып көрісіп, ойын зауыттан бір жасап қалады. Жақсыдан бақ қалады деген гәп бар халқымызда. Абатбай Дәулетовтың өз қолымен еккен бағы осы ібратлы сөздің дәлелі болып тұрғандай.